Бәріне сәлем, сіздермен бірге Алдияр Уалиев. Және біз бүгін функция туралы сөйлесеміз. Функция дегеніміз не, және ол бізге не үшін қажет деген сұраққа жауап береміз. Ал кеттік. Жалпы достар, сіздер бірінші сабақтан бастап уже функция деген нәрсені көргенсіздер негізі. Мысалы үшін print деген ол да функция. Input деген нәрсені білесіздер, ол да функция. Осының бәрі функция. Көрдіңіздер ме? Бұл функцияларды біз тек шақырып тұрмыз. Бұл функциялар көріп тұрсыздар, аты тұр, функцияның аты, және мына жақша деген бар. Жақша деген ол міндетті түрде жазылады. Ол жақшаның ішінде біз осы функцияның қабылдайтын мәні. Яғни мына функция оны қабылдайтын мәні. Және бұл достар функция бұл print функция Python программистермен жазылған бұрын. Біз оны тек қана қолданамыз. Көрдіңіздер ме? Уже дайын функцияны қолданып жатырмыз. Бүйтіп апарсаңыздар да, көрдіңіздер ме? Python функциялардың несін көрсетеді, ішіндегі не бар екенін көрсетеді. Ал достар, бұл функцияны біз өзіміз жаңадан басқа функциялар жаза аламыз және оларды қолдана аламыз. Қазір осының бәрін түсіндірем, көрсетемін. Осының функцияны түсіндірмес бұрын мен сіздерге бір мысал көрсетейін. Мысалы біз программистпіз, бізге мысал үшін мынандай бір тапсырма берсін. Бізде екі айнымалы бар. Осы екі айнымалы бірінші біз қосамыз, кейін 100-ге көбейтеміз және шығарамыз. Осындай тапсырма берілді дейік жұмыста. Біз не істейміз? Осылай жаза саламыз, әшейін жаза саламыз, дұрыс, и шығара саламыз. Дұрыс шығарып тұр, көрдіңіздер ме? Ал егер мысалы біз жарайды, жақсы, біз басқа кодтар жазып жатырмыз, уже программистпіз ғой, басқа кодтар жазып келе жатырмыз, и бір кезде бізге айтады, сен жазған мына операцияң давай тағы да керек дейді, мына жерге. Сіздер не істейсіздер? Просто аласыздар да, осылай копировать, ставить ете саласыздар. Сізде көрдіңіздер, екеу болады. Атын может өзгертіп саласыз, тек қана бүйтіп A1, A2 деп. Осылай жаза саласыздар, мысалы A1, A2, A3 деп осылай жаза саласыздар. Мысал үшін. Бүйтіп шығарасыздар, тағы да шығарып көрдіңіз бе? Үшінші рет керек болса, тағы да үшінші рет копировать ставить. 10 рет, 100 рет болсын, 100 рет керек болса, 100 рет копировать етесіз. Дұрыс қой, Ал жақсы, сіз бәрін копировать етті, сізде бәрі жақсы істеп тұр. Бірақ какой-то бір уақытта, какой-то бір моментте сіздің жаңа тапсырма берген адам келеді, жоқ, бұл мына жерде давай қосу емес, біз қателесіп кеттік, мына жерде бізде көбейту болсын дейді. Көбейту болсын дейді, тұрады да, онда сен тұрасың да, мына жер көбейту болса, онда мен бұны 10 рет копировать еттім, онда мен 10 жерде өзгерту керекпін, мына жерде бір өзгерттім, онда мына жерде де өзгерту керек болады. Сөйтіп бүкіл қайталаған жерлердің бәрін өзгерту керек болады. Дұрыс қой, Ол көрдіңіздер ме? Егер сіз 100 жерде жасасаңыз, 100 жерде копировать етсеңіз, 100 рет өзгертесіз. Ол өте ыңғайсыз. Ертең сіз сөйтіп отырып жарты күніңізді жай өзгерту үшін арнайсыз. Осы проблеманы шешу үшін қазір Pythonда, жалпы басқа да тілдерінде бәрінде функция деген нәрсе бар. Функция дегеніміз ол қандай да бір контейнер. Сол контейнер, мысалы, коробка, соның ішіне сіз осы нені жазасыз, операцияңыздың бәрін коробкаға салғаннан кейін керек кезде сол коробканы любой жерде әшейін атын шақыра салып орындай аласыз. Мысалы үшін біз давайте бір функция қарастырайын. Def. Жалпы функция def деп басталады. Def деген сөзімен. Және функцияның аты керек. Мысалы үшін бізде функцияның аты екі сан қосындысы. Бұл функцияның аты. Жаңағы айнымалы аты сияқты функцияның аты болады. Және мынандай жақша. Білесіздер ме? Print'та көрдіңіздер ғой. Мынандай жақша жаздық қой, print деген функциясында. Дәл солай біз функцияның атын, біздің өзіміз функцияны жақша қоямыз. Сосын осындай қос нүкте, және біз мынаны ұмытпаңыздар, табуляция дейді. Яғни біз біз тұрамыз осылай 5 рет. Либо осылай бәрін алып тап деген батырмасын басасыз. Немесе тап деген баспасаңыз 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Сөйтіп жазып шығасыз. Достар, міне біздің жалпы функциямыз қарапайым. Біз не істейміз? Енді қараңыздар, қалай біздің өміріміз жеңілдейді. Мысалы, осындай тапсырма айтты, біз аламыз да, бұл керек кезде екі сан қосындысын деп шақыра береміз. Бір жерде шақырдық, екі жерде шақырдық, үш жерде шақырдық, төрт жерде сөйтіп керек жерлердің бәрінде копировать ставить етпейміз, былай бағанағы сияқты. Біз тек қана функцияның атын береміз. Функцияның атын қоямыз. Ол программа келеді, мына жерге келген кезде қарайды.
мынау екі санның қосындысы, мен мына функцияны білемін дейді да, осы функцияны шақырады. Функция мына жерге кел дейді да, мына функция келеді да мында и орындалады ішіндегі заты. Яғни бір рет орындалады, получается функция. Яғни функция мне бір рет орындалады, екі рет орындалады, үш рет орындалады, төрт рет орындалады. И ертең тағы да осындай келсе, мысалы мына жерге көбейту емес қосу қою керек екен, оказывается мен қателесіп кеттім десе, онда сіз аласыз да жай ғана бірақ жерде плюсты өзгертесіз, болды. Мынаны ешқай жерінде өзгертпейсіз. Бұның бәрі мынаған келіп шақырылады, мынаны шақырады, бұл дегеніміз уже өзгертілген. Яғни бір жерде өзгертсеңіз, басқа жердің бәрінде ол өзгертілген болады. Жалпы бұл функция сондай жұмысты атқарады. Осындай несі бар, бізге көмегі бар. Яғни бір жерде өзгертіп, басқа жердің ешқайсы жердегі өзгерту қажет емес. Яғни сіз егер сізна 3 емес 100 осындай жасасаңыз, бір жерде өзгертсеңіз жетеді. Жалпы функцияны қабылдайтын мәні және қайтаратын мәні болады. Яғни қабылдайтын мәні мына жақшаның ішіне жазылады, қайтаратын мәні ол бізге не қайтарады, соны жазады. Мысал үшін мынандай мысалды қарастырайық. Осы немізді, есебімізді былай жасайық. Б С міне достар, бізде мынандай функция бар дейік. Бұл функция яғни қабылдайтын аргументтері, қабылдайтын мәні А, Б. Яғни екі мәнді қабылдайды және результатында S-ті қайтарады. Енді біз функцияны шақыру үшін біз былай шақыра алмаймыз. Біз былай ғана шақыра алмаймыз, бізге қате шығарады. Айтады, сіз А және Б деген сияқты аргументтерді бермедіңіз дейді. Біз ол кезде не істейміз? Біз аламыз да 10, мысал үшін бұл 10, 15 деген санды қойық. Көріңіздер ма? Б-ның мәні, А-ның мәні. Мына жерге 2 болсын, 6 болсын, мұнда 4, 5, мұнда 10, 11 болсын. Ал қараңдар достар, қазір бұны есептейтін болсақ, былай. Достар, біз қазір бұны қоссақ, бізге не шығарады? Бізге екі санның қосындысы шығарады. Егер достар біз былай жазбай, бағанағындай былай жазсақ, көрдіңіздер ма? Бұл бізде универсальный болмайды да. Яғни біз ертең бірдеңке өзгерту керек болса, біз ona жерін бүйтіп, бұл бізге андай бір сандарға тәуелді ғана болады да. И біз егер мына жерді өзгерту керек болса, өзгертсек, бізге бұл бүкіл жерде өзгереді. Ал бізге мысалы үшін бүкіл жер емес, тек мына жерде ғана осы операция орындалу қажет болса, онда біз не істейміз? Мысалы мына жерде бізде басқа сандар болу керек болса, мысалы осылай 13, 12, мысалы мына жерде бізде басқа сандар есептелу керек болса, онда біз не істейміз? Біз оны қайта-қайта жазып, басқа сандармен қоя бермейміз ғой. Жалпы достар, сол үшін біз мына қабылдайтын мәндер жаздық, яғни мына екі мәнді қабылдайды бұл функция. Осы екі мәнді қабылдайды да бір есептеп бізге бірдеңке шығарады. Бұл не үшін біз жасадық? Өйткені бағанағы сияқты біз тәуелділікті жою керек біз. Яғни қарап отырсаңыздар, біз әр кодымызды, әр блокты біз бөлек-бөлек сандармен, қайталанбайтын сандармен шақырдық. Яғни ертеңгі жұмыста біз бір санмен ғана жұмыс істей бермейміз ғой. Қандай да бір сандар өзгереді, қандай да бір мәндер өзгереді. Сол мәндердің өзгерісіне байланысты біз әртүрлі қоямыз керек мәндер. Сол үшін бізге қабылдайтын мән деген сол үшін керек, тек сол үшін ғана керек. Бұл қабылдайтын мәндер тек сан ғана емес. Бұл жерде сіздің операцияңызға байланысты типтер болады. Яғни мәтін болса мәтін болады, немесе бұл типті болса бұл типті болады деген сияқты ғой. Кеттік, жалпы мынау қабылдайтын мәннен басқа қайтаратын мән деген бар. Ол return деп аталады. Return S. Return деген негізі ағылшынша қайтару деген сөз. Яғни біз мысалы мына жерге қандай да бір 10-15-ті бердік, 10-15-тегі мәнді бердік, 10-15-ті қосылады, қанша шығады? 25 болады. 25 10-ға көбейтіледі, 100-ге көбейтіледі, 250 болады. Яғни шыққан санымыз мына мәнге S-ке меншік дейді. Бізде S-іміз 2500-ге тең болады. Міне сол S-ті біз қайтарып тұрмыз. Яғни мына шыққан мәнді бізге мына жерге шығарып тұр. Біз сол мәнді принтпен шығарып аламыз. Болды. Қайтару дегеніміз сол. Қайтару дегеніміз қандай да бір функцияның ішіндегі
уже нәтиже бар ғой, нәтиже. Сол нәтижені қайтаруымыз керек, шығаруымыз керек мына экранға. Экранға шығару деген сөз. Қайтару деген сөз. Вот, return деген сол. Бір мәнді қайтару. Мынау бір мәндерді қабылдау болса, мынау мәндерді қайтару, яғни нәтижені қайтару. Ал достар, бүгін сабағымыз аяқталды. Бүгін біз функция туралы таныстық. Енді сабақ ұнаса лайк басып, комментарий жазып, подписка жасаңыздар. Ал келесі кездескенше сау болыңдар.